Қалай ойлайсың, тойда адамдар, қонақтар кейде не үшін төбелеседі? Ішіп алып бір-бірімен қырылатын ғой. Мен өткенде бір жиенімнің ба біреудің тойына барған, жаңа өзімен өздері бір күйеу балдарымен жезделер төбелесіп бір-бірімен қырың неғып төбелесіп отыр деп папамнан сұрасам, папаңдар неғып төбелесіп отыр десем, ішіп алған, сосын төбелесіп отыр дейді. Қандай сен өзі ішіп алса төбелесе бере ма десем, жоқ, анау бір құдашаға таласып. Тойда саған не нәрсе ұнамайды? Маған ба, андай адамдар ше тілек айтады ғой. Тілек айтқан кезде андай 1 сағат, 3 сағат тұрып алып айтады ғой, сол ұнамайды. Сосын андай ән айтады ғой. Бір өзім шығардым, иттім, биттім деп біреулер шығады ғой арасына. Сөйтіп, әнімді тыңдай қойыңдар, өзім шығардым, айтайын ендеше деп 3 сағат тұрады. Сол ұнамайды ғой. Сосын андай қазы, қарта, андай күнде үйде жейтін простой тамақтарды қойып қояды ғой столдың үстіне. Қазы, қартаң күнде үйде жейсіңдер, е? Иә. Сол ұнамайды. Маған тойда барған кезде, тойда маған 2 сағат андай ұзатқан сияқты болып жыр айтатындар ұнамайды. Не қояды ғой ше дастарханға грилдің аяқтарын ше тауықтың, солар ұнамайды. Одан да оларды қойған жоқ, либо грилдің өзін қойсын, либо чикен қойсын. Өйткені майлы ғой, адам семіп жүреді. Не ұнамайды? Билері, ана қыздар билейді ғой, ағаш қатқан ғой. Просто бір орында бүйтіп тұра береді болды. Вообще ұнамайды сол жер. Кейбір тамадалардың әзіл ұнамайды. Бұл біріншіден. Екіншіден адамдардың ішіп төбелескені ұнамайды. Тойдың соңы ең жақсы бітіп жатса, тойдың соңында төбелеседі ғой мына. Ең жақсы болып кетіп барады. Соның бәрін бітшін шығарады. Көбінесе ішіп алған адамдар болады ғой, сөйлеп келіп, басқаларға ішкізетін ше. Сонда адамдар вообще ойнамайды. Мен бір өмірімде тойханада сондай болған. Қасымызда әпшеме келіп құйдырады, құй, іш деп қидайды. Ағам тиіседі ғой. Маған соңында қырлатым, бәрі қырлады ғой. Маған соңын ұнамайды кейде. Қонақтар кейде ерегіседі, төбелеседі. Не үшін? Ішіп алғаннан ау. Ішіп алады, күйдіреді ғой адамды ше. Сол кезде бір-біріме деп. Сөйтіп, в общем, сол жерде айран төбелес шығады. Сөйтіп, оны ажыратамай күйесің сен. Сөйтіп, в общем, сондай болады да. Ал не ұнайды тойда? Тойда барғанда жүргізушілер ұнайды. Олар адамның көңіл күйін көтереді, сосын ассорти ұнайды. Дағы тойда билеген кезде ше, биге шығамыз ғой бәріміз. Сол жер ұнайды. Көңіл күйін көтеріліп, билеп, бірақ тойда бір ше түнге шейін созылады да, потом ұйқың қанбай қалады деген сияқты. Тойда не ұнайды саған? Маған би ұнайды көбінесе. Би болады ғой, эстрада дейді ғой, сол музыкалық эстрада дейді. Сондай билеген кезде, немесе ән айтқан кезде адамды соған қарап отырамын, маған сол ұнайды. Ол кезде сарқыт анамны жейсің, сол жерде би көресің, бірақ билер ұнамайды. Тамақ жейсің ғой главный. Ерлі зайыптылар тойда неке жүзігін тағады, Иә. Не ол, не үшін тағады? Не үшін тағады дегенде, негізі ерлі зайыптылар неке жүзігін менің ойымша шешпеу керек. Бірақ жағдайда шешеді, ажырасқанда ғана шешеді. Ал бұлайша меніңше мүлдем шешпеу керек. Бұл негізінен. Ал кейбіреулер болады, балдар, әйелдер деп бөліп жарып айтқан ыңғайлылар болар. Балдар болады кейде жүзігін сақинасын тастап кетеді де өзі басқа қыздармен жүріп жүреді. Ендігі әйелдер болады, атын айтпай қояды, қайсы екенін. Кейбір әйелдер болады, олар да жүзігін шешеді де кино клубқа барып билеп, сөйтіп қуып жүреді, ішіп. Дұрыс па сол? Негізі мүлдем дұрыс емес. Ерлі зайыптылар неке жүзігін тағады, қолдарына білесің ба? Не үшін тағады? Олар бір-бірін жақсы көреді, менің ойымша да. Бір-бірін жақсы көргенін білдіру үшін немесе андай басқа адамдарға олардың үйленгенін білдіру үшін. Олар ерлі зайыпты екенін білдіру үшін деген секілді ойлаймын. Оны шешіп тастауға бола ма? Болады. Шомылған кезде, ас пісіргенде қолың болған қалады ғой, сол кезде ол да болғанады да. Сондай кезде ғана шешпесе, негізі шешуге болмайды. Неке жүзігі деген не ол? Неке жүзігі деген әйел мен күйеуі үйленіп, оларда мәңгі махаббат болу үшін неке жүзікте тағады. Мен ойымша солай деп ойлаймын. Ол көбінесе
ерлі зайыптар да болады. Ал ана қыз бен жігіт бар ғой, типа қызым бар, жігітім бар деген сыйлық бар ғой, ол только сол нағолға, на жерге немесе нағолға тағады да, а нағолға бойғадақтар тағады деген сөз. Мен ойымша солай. Адамдар жалпы не үшін үйленеді бір-біріне? Жақсы көрген үшін. Бір-бірін жақсы көріп үйленеді. Ал есеппен үйлену деген туралы естігесің ба? Есеппен. Есеппен үйлену? Не ол? Мүмкін ол болашақ үшін шығар, білмедім. Болашақ үшін? Қалай сонда? Болашақ үшін дегенде, болашақ үшін дегенде, қалай? Есептеп дегенде, болашақ үшін дегенде, қалталарында көбірек ақша қалу керек, қалың малға аз төлейді болашақ үшін. Үйленгеннен кейін сол жүзікті шешуге бола ма? Мен ойымша, негізі мен шешуді қаламаймын. Бірақ нуждающий моменттер болса шешуге болады. Мысалы, қамыр жайған кезде, сол әйелдеріміз шешеді. Басқа қандай моменттер болуы мүмкін? Еркекте момент жоқ. Например, еркек ол ешқашан шешпейді деп ойлаймын. Ал әйел ол моменттер болады, қамыр жаятын, немесе қол теліп кеткен или қол ауырған кезде, может быть, негізі шешпейтін қажет жоқ деп ойлаймын. 5000 теңге тауып алсаң, не сатып аласың ең бірінші? Ең бірінші кімдікі деймін. Жай ішімнен айтамын ғой негізі оны. Системда ешкім жауап бермейді оған, енді ішімнен айтқан соң. Системда Радугаға барамын бірінші. Сөйтіп өзім аламай жүрген бір жүзігім бар, мойыншағым бар, соның бәрін алам да, үйге барам да. Мен андай ақша жинаған ақшам деп айтпаймын. Айтым дағадан тауып алдым да, сөйтіп өзіме керек анамнауды алдым. Кімдікі дедім деймін да, сөйтіп өшім береміз ғой сол ақшаны. Себебі ол уже маған керек емес, мен керек затын бәрін алдым, болды. Сен күтпеген жерден 5000 теңге тауып алсаң бүгін кешке, бірінші болып не сатып аласың? Бірінші болып барам да, наушник бағып алам. Неге? Просто наушнигім жоқ да. Кейін наушник болғанда, наушник қазір арзандап жатыр дейді ғой, аны колледж жақта, бірақ сол жерден бір магазин ашылды, 270 теңгелік наушник бар екен. Соны алып алам да. Китайский ол? Китайский ма? Китайский бола бере ма? Китайский болса, онда мен барам да, продуктыма бір нәрсе алып алам, или өзіме. Ойынға дағыт салам ғой. Ешкім мамаларға айтпай. Сен күтпеген жерден 10 теңге тауып алдың. Не сатып аласың? Бірінші өсіп мамаға берем, негізінде менде бір случай болған, 2000 теңге тауып алған кезде апайын үй жағында тауып алғанмын, сөйтіп апайын жағында барып магазинге барып, сөйтіп ол жақта қымбат тұрады, бүкіл заттар шығып, сөйтіп соларды алдым, кола, чипсы анамнан алдым да. Бірақ негізінде бірінші случайда мамаға беретін дедім да, бірақ оны бермей, өзіме апаның үй жағында тауып алған соң, апаның магазиніне біресе алдым. Сенің кез келген бір тілегің қабыл болатынын білсең де, Құдай сенің кез келген бір тілегіңді міндетті түрде орындайды біліп тұрсаң, не тілейтін едің? Әлемдегі ең бай адам болуды тілейтін едім. Себебі бай болсам рахат, ақша бүйтіп шашып қыдырып жүре бересің. Мен особенно бай болатын болсам ше, ана досымнан қарыз 500 теңгені төлеймін. Бірінші болып, сосын барып қажылыққа анаға кете беремін. Әке-шешемді апара беремін.